Дәмеш Жүргенова немесе Ермекова 1905 жылы қазанда Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Нағашысының кеңесімен Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің емдеу факультетіне оқуға түсіп, оны 1929 жылы бітіріп, 1930 жылы аспирантураны аяқтайды. Дәмеш Әмірхан қызы 1933 жылы Қазақ мемлекеттік медицина институтының ішкі аурулар кафедрасына ассистент болып тағайындалды. 1937 жылы тамызда оның күйеуі Қазақ КСР халық ағарту комиссары Темірбек Жүргенов тұтқынға алынды. 1938 жылы наурызда сотталып атылды. Әкесі мен 3 ағасы НКВД-нің қолынан қаза тапты. Күйеуінің қамауға алынуынан есін жиып үлгермеген Дәмеш Жүргенованың өзі отанын сатқындардың отбасында 8 жыл мәжбүрлі еңбек деген сот үкімін естіді. Ал 33 жастағы Жүргенова Алжирге жіберілді. Ол 1945 жылы босатылды, бірақ ол лагерь емханасында дәрігер болып жұмыс істеу үшін тағы 2 жыл қалды. 1947 жылдан қайтадан Қазақ мемлекеттік медицина институтының емханасында жұмыс істеді. Кейін Бурабай санаторийінде және Қарағанды қаласында дәрігер болып қызмет етті. Дәмеш Жүргенова сүйікті жарынан айырылып, лагерде қамауда отыруды ғана бастан кешірген жоқ. Жалғыз ұлы Шоратай Ташкентте оқып жүргенде қайтыс болды. Ұлы Отан соғысы жылдарында інісі Дәмеш өз еркімен майданға аттанып оралмаған. Дәмеш Жүргенова тек 1957 жылы ғана толық ақталды. Содан кейін ол күйеуін оңалту процесін бастады. 1966 жылы Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген дәрігер атағын алды.